Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек халқының тұшпарасы чучвара деп аталатын тағамды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл тағамның тұшпарасы кәдімгі күнделікті өзіміздің қолданатын рецептпен жасалынады, бірақ бұл тағамның ерекшелігі подливінде болып саналады. Ол үшін пиязды майдалап, төрт бұрыштап тураймыз. Қоспалардың мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Туралған пиязды ыдысқа саламыз. Келесі картошканы да дәл солай төрт бұрышты етіп майдалап тураймыз. Келесі көкөніс сәбізді де майдалап төрт бұрыштап тураймыз. Келесі қызанақты да төрт бұрышты етіп тураймыз. Бұл жерде қызанақтың атқаратын рөлі өте ерекше. Сорпаға өте керемет қып-қызыл түс береді. Келесі қазанды қыздырып, кішкене мөлшерде май құямыз. Ең алдымен пиязды салып, қызарғанша қуырамыз. Үстіне қызанақты салып, тағы да 5 минуттай араластырып отырып қуырамыз. Оның үстіне сәбізді саламыз, және де картопты саламыз, және де араластыру арқылы 10 минуттай қуырамыз. Үстіне су құямыз. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Осылай қайнап шыққаннан кейін үстіне тұз және де дәмдеуіштер қосамыз. Келесі қақпағын жауып, жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін тұшпараларымызды салып бастаймыз. Мен алдын ала көп тұшпара дайындап қойғанмын, соны салдым. Сіздерге тұшпараның ең күшті рецебін осы видеоның бетіне қалдырдым. Үстіне өз қалауыңызша укроп, көк пияз және де тағы да басқа петрушканы да қоссаңыздар болады. Барлығын салып жақсылап араластырып 5 минуттай қайнатамыз. 5 минуттан кейін қақпағын жауып, оттан алып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Осыдан кейін ыдысқа құйып ұсына берсеңіздер болады. Бұл тұшпара кәдімгі суға қайнатылған тұшпараға қарағанда өте дәмді болып шығады, сонымен қатар тойымды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, видеоны лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!